Бүгінгі сабақта біз тізімдерге қолданылатын дайын функциялармен танысамыз. Олар арқылы біз тізімдерге жаңа элементті қоса аламыз, өшіре аламыз, элементтердің тізімде бар жоқтығын тексере аламыз, және де тағы да басқа көптеген операциялар орындай аламыз. Келесі мысалға назар аударайық. Бізге тізім берілген. Енді тізімнің дайын функцияларын қолдана алу үшін біз тізімнің атын жазып, нүкте қойып, функцияларды шақырсақ болады. Онда append функциясы арқылы 5 санын біздің тізімге қосайық. Енді print арқылы тізімді шығаратын болсақ, біздің қосылған сан тізімнің соңына қосылды. Ал егер біз 5 санын тізімнің ортасына не басына енгізгіміз келсе, біз insert функциясын қолданамыз. Мұнда 2 параметр қою керек. 0,5 деп жазайық. Мұнда бірінші сан индексті көрсетеді. Яғни мұнда біз 0-ші индекске 5 санын енгізіп отырмыз. Бізде тізімнен элементтерді өшіру үшін де функция бар. Ол үшін біз remove функциясын қолданамыз. Мысалы, remove жақшалар ішіне 5 санын енгізсек, осы 5 саны біздің тізімнен өшіріледі. Сонымен қатар бізде тізімнің барлық элементтерін өшіруге болады. Ол үшін нүктеден кейін clear, яғни тазалау деген функцияны қолдануымыз керек. Нәтижені көрейік. Келесі функцияға өтейік. Біз тізімнен элементті іздеу үшін индекс функциясын қолдануға болады. Бірақ бұл функция бізге элементтің бірінші кездесу индексін қайтарады. Яғни біз оны алып, экран бетіне шығарсақ болады. Бірақ та егер біз жоқ элементті осы функция арқылы іздеп көрсек, бізден нәтижеде қате шығады. Бізде элементті тізімнен іздеудің басқа әдісі бар. Ол in кілттік сөзін қолдану. Мысалы, 5 in және тізімнің атын жазсақ, егер 5 саны тізімде болса, ол бізге шындық мәнін қайтарады, яғни true мәні қайтады. Әйтпесе, жалған, яғни false мәні экран бетіне шығады. Бүгінгі соңғы функциялардың бірі count функциясы. Элемент санын санауға арналған. Мысалы, жақша ортасына 5 санын салсақ, ол 5 саны осы тізімде кездесу санын қайтарады. Яғни қанша рет 5 саны біздің тізімде бар, сол санды экранға шығарады. Сонымен қатар бізде тізім сандарын сорттау үшін sort функциясы бар. Ол сандарды, яғни тізім элементтерін өсу ретімен сорттап береді. Ал reverse функциясы тізім элементтерін кері аударып жазып береді. Сонымен тізімдерге қолданатын функциялар өте көп. Бізде min және max сияқты басқа да функциялар бар. Онда видеоны паузаға қойып, келесі код нәтижесін тауып көріңіздер. Программаны жүргізіп көрейік. Сонымен min функциясы тізімдегі ең кішкентай элементті экран бетіне шығарды. Ал max функциясы экран бетіне осы тізімде орналасқан ең үлкен элементті шығарды.